көзі қасындағы жылтырап тұрған тасқа түсіп, тасты қолымен түртіп көрсе, бұл тас болмай қайта алтын болғандықтан сасқалақтығынан қайтерін білмей машина жөндеп жатқан серігін шақырады. Серік келген соң бұл шын алтын әлде алтын еместігін көру үшін шақпағымен күйдіріп көрсе, ешбір өзгеріс болмағандықтан бұның алтын екеніне көздері жетіп қаза бастайды. Олар осылай бірталай қазғандарымен, алайда алтынның түбі көрінбегендіктен екеуі бар күштерімен тартып көріп еді, еш мызғыталмай қояды. Сондықтан күштерінің жетпейтіндігін біліп, машинамен тартып шығарып алмақ болып еді, алайда машина алтын тартып шығарудың орнына шағы батып арқандай үзіліп кетеді. Осылайдан тек қазып шығарудан басқа амалдары таусылғандықтан кеш батқанша жалғасты қазып, түбі көрінбегендіктен әсілі бұл бір алтын тауға ұқсайды деп ойлаған Қабасақал Шойнаққа бұны қолмен мән қазып шығара алмайды екенбіз. Сен машинамен жақын маңда қалашыққа барып жер қазғыш алып кел. Ал мен осы жерде алтынды бағып тұрайын. Барып келгенге 4-5 күн уақыт кетеді деп еді. Шойнақ оған менің қалашықта ешбір танысым жоқ, жер қазғышты таба алуымда қиындау, сондықтан сен бар, мен осы жерде қалайын деп еді. Қабасақал оған мынадай құме деген құмдауыт далада 4-5 күн тұру ойнайтын шаруа емес. Күндіз шыжыған ыстық алтынды неше түрлі жыртқыш аңдар жүреді. Сенің бір аяғың ақсақ тұрса, бұл жерде 4-5 күн шыдай алмайсың, мен қалайын деп еді. Шойнақ мен қалам деп көнбей қояды. Сондықтан ертесі таңертең Қабасақал Шойнаққа бірдің сумен қоса біраз азықтықпен бәкі және бір жасан серік телефонын беріп, қалашықтан жер қазғыш алып келуге аттанады. Қабасақал кете салысымен Шойнақ алтындарды біреу көріп қоймасын деп қайта көміп, бір кішкене шатыр құрып, біраз отын теріп келіп, от жағып, қасқырлардың шабуынан сақтанумен бірге алаңсыз тамақтанып бірінші түнін өткереді. Ертесі таңертең оянысыла біреу қазып кетерде, ең алдымен алтындарына көз тастап, алтындардың орынды екенін көріп, алаңсыз бола бергенде, кенет жасан серік телефон шырылдай жөнеліп еді. Жүгіріп келіп телефонды қолына алғанда сигнал әлдеқашан үзілген екен. Осылайдан ол қайта алтындарынан көз алмай қарағаннан қарап, түс ауғанда барып, кеште жағатын отынның жоқ екенін білген соң, айналадан отын теруге шығып, бірдеңнен асып қалғанда алдынан бір құлаған ұшақтың қиранысын көреді. Қайырлы күн баршаңызға. Біз ашылдық сапалы аяқ киімдер, балалар киімі, басқа тағатын орамалдар да бар. Аяқ киімдеріміз таза былғары теріден тігілген құрым аяқ киімдер, асты қатты, неше түрлі брендтік, спорттық оригинал аяқ киімдер, ерлер мен әйелдер және балалар аяқ киімдер және тері емес аяқ киімдер де бар. Одан бөлек кішкене балаларға арналған таза мақтадан тігілген киім-кешектер де бар. Қызықтырса хабарласыңыздар. Мекен жайымыз Алматы Ұзынағаш, Назар салонының арты, Жамбыл көшесі 145, үй телефон 708 288 3606. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.